тикарында Бозотау елатының өзі бұл жерде 1600 қожалық болған, 1600 қожалық тикарында нелердің туға қалығының тәсілінде, яғни нелердің түркменлердің башқұртшылығында өткен өзінде тоғырақтың хакімі отырғаннан кейін ол жерге Панахан хакім хан болады. Панахан Қарақалпақтың хан тикарында тоғырақтағы жасалған Қарақалпақтарды өзге түркменлер қосып, және өздерінің бөлек хан есабында, халық есабында құйға қалығынан бөлініп шығамыз. Не дегенмен сол 1856 хан салт көбейтілді. Һәм соған шыдамаған халық 1800 жылы Панаханның басшылығында Қарақалпақтар, яғни Құйға халығынан өз алдына азаттыққа бөлек шығамызды, өз алдына бөлек шығады. Һәм сол бөлек шыққаннан кейін бәрібір сол уақытта, сол дәуірде тап ана білесіздер 1825 Айдос жобасында халық көтерілістен бастап біздің Қарақалпақтар сол Құйға халығынан бөлініп шыққан дәуірден бастап және Қарақалпақтардың бір арзусы бар еді, тек қана өз алдына хан болу, өз алдына міндет болу арзусы. Һәм ол тек қана сол дәуірден бастап ең үлкен не дейміз патша Еназар бейді тикарында романның ішінде сол неге Құйға халығына ақтамай жіберіп, ода да айтылады, мағлұматтар. Бұл да тикарында сол деген шабуылдар болғаннан кейін бұл жерде растан өзінің несіне сол жерді алмақшы болады. Һәм Оренбургқа не елші бергеннен кейін кәдімгі орыстардың Дурак басшылығындағы бас келуінен қорқып, яғни түркменлердің Атаман ханның алдына барып, яғни тикарында одан ләшкер сұрайды. Ләшкер сұраған уақытында айтады, Атаман хан айтады, сізде халық болғаннан кейін қазаныңыз жоқ, бір өзіңіздің бір неге жетіспедіңіз дейді, кәдімгі байлығыңыз жоқ дейді, сіз менің құнымды кәдімгі Қарақалпақтың пәлеген үйіне барып қондырып, сол үйге кім қайсы үйге барып өзі қоныс болса, сол жерде сол тамағын береді, һәм кетеді, яғни олардың сақсын береді, келесі бар. Атаман хан түркмен ханы болған қайшылық береді, 500 алтыннан береді. Қарақалпақтың олар келіп пәлеген үйіне, яғни қайсысына үйге келіп һәм Панаханның неткеннен кейін бұл неге нетпегеннен кейін Қарақалпақтар және айтуына қарағанда соның ішінен түркменлер несіне бойсұнбаған баса қазақ әскер келеді. Әскер келгеннен кейін жерде мағлұматтарға қарағанда Панахан менен Совет алып барады. Совет алып барған уақытында Панахан баяғы яғни ол Панаханның кәсібінде шығады. Панахан яғни ол Қарақалпақтардың бойсұнда бөлініп шығып жатқанын білгеннен кейін, яғни оларды түркмен жаңағы сардарлардан соң Қарақалпақтарды өзі тонауға мәжбүр. Қарақалпақтарды баяғы түркменлер өзі барлық түркменлердің өзі тонап бастайды. Содан кейін соның арқасында біз айтқан жаңағы Оренбургтың Дурак басшылығындағы ләшкер келеді. Не болған? Не дейміз? Әшкөз болған басылғасы. Ана мені бастырғаннан кейін оны қоймай, мені сол жерге қан басам, бөлек қылып қан болып көрген баса. Әскерлер Панаханмен келісе алмай, тикарда сол жерде кейін қарап кеткен деген мағлұматтар бар. Енді бірақ агенттар деген мағлұматтарына қарағанда, тикарда сол Бозотау поэмасында біз айтып жатқан 1600 қожалықты, 1600 қожалық тикарда түркменлердің қадым сардарларының басшылығында, яғни сол екі бұл Орта Азия сол жерде қырғызстан өткен деген мағлұматтар береді сол дәуірде. Енді екі бұл біреуі тарихи факт болса, біреуі әдебиетте берген фактілерге сүйенген алды. Енді Ажидардың Бозотау поэмасы арасынан өзінің бұны бірінші баста Нажым Гафаровтың мағлұматтарына қарағанда қосып кеткен тикарда қазіргі уақытта қолдан жиналған мағлұматтарға тикарда өз аз көлемде болғанымен өзі 18-20 көкелектің отрядында аз көлемде болғанымен бірақ кең дәуірлерде үлкен бір поэма бар. Яғни біз бағанағы неде басында айтып кеткеніміздей кімнен сұрасам кімді бәрібір қайда да болса екі қатар айтылады. Мына көруімізге болады тикарында сол Қарақалпақтардың сол Бозотау жеріне келіп қоныс басқаннан кейін өзі менің поэмамның басылғанында, өзі мамның басылған уақытта тикарында сол менің жерінің жақсы екендігі, Бозотау жерінің сол жүзі табиғаттың бай екендігі, халық сол Бозотауға келгеннен кейін, Бозотауға қоныс басқаннан кейін, 1600 қожалықты қоныс басқаннан кейін ол жерде халықтың социалдық біз айтқан жаңа 1600 қожалықтың бәрін қоссаң өткеріп, кімісін бенде қылып, кімісін өлтіріп, кімнің азық түлігін алып,
кімсін, яғни қосқынесінде беріп көтті Иранға, одан кейін неге сол араб мемлекеттеріне біздің сол бедел біткен инсанлардың бәрін сатып жіберген хақында мағлұматтар берілгенін көруіміз керек. Енді бұл жерде беріп қойды, сол уақытта біздің Әлия Шайхымыздың өзі осы Восток көтеріліске өзі лирик қаһарман қатынасады, һәм сол дәуірлерді айтуына қарағанда 30 жасар шамасында жігіт болған, һәм де Айжаздың өзі Тиканда бейде болып, Тиканда сол түркменлердің несіне кетеді. Енді жаңағы бейде болып тұрған халықтың өзінде Тиканда құсы болып Восток поэмасы жазылған, һәм де Восток поэмасын жазып Тиканда атырапындағы адамлардың қасындағы бейде болып барған адамлардың барлығын қосты жазылғаны Бараман ресурсыны, яғни намаға салып айтып барған деген мағлұматтарды беріп қойды. Шайыр бар екен, бұл біздің классияларымыз мақтың қолынан күшті екен, мақтың қолдай қос жазады екен, һәм өз қосқыларының бәрін түркмен тілінде атқарып тұрған екен деп ойлаймын. Атамұрханның өзі айтуына қарағанда кіммен Ажиназмен ұшырасады, Ажиназға өткеннен кейін Ажиназның қосқыларын тыңдағаннан кейін тоқтат деген бір ишара береді. Һәм Ажиназ бәрібір өзінің ішіндегі халықтың дәтін, бейне болып кеткен халықтың дәтін бұл енді жаңағы шайырды расынан бір хақиқат айтып өтті. Біз дейді сол Қарақалпақтан бенде болып келген барлық Қарақалпақтардың барлығын бенде болып жаңағы азаттыққа шығарып артына қайтару деген бұйрық берген. Бұл енді бұл Тиканда бір факт, жүдә бір қатып қалған нәрсе емес, бұл пәленше жазған сол көрген дегендей. Тиканда бұлардың расында келгенде біздің тарихшыларымыздың, біздің әдебиетшілеріміздің Тикаванда айланып келген шамалы болған. Не көріп отырсыздар? Көп ішінде қатарлы. Яғни сол біздің халықтың, яғни сол Қарақалпақ халқының жаңа бағана айтқандай сол жерлерде жасқаннан кейін расынан оның социал-экономикалық күн көрісі, жақсыланғаны hakkında, басқа hakkında жүзде көптеген мағлұматтар бергенін көруіміз керек болады. Енді бағана бір тарих ешқылып айтып тұрсыз ғой, соның ішінде бір-үш фактілерін айтады. Тиканда сол Восток жерінен басып алғаннан кейін Тиканда жаулап алынған халықтар Тиканда көбірек өлімшілік болғаннан кейін ішінде одан кейін олар кеткеннен кейін халықтың арасында ашаршылық пайда болған кезде көп халықтың бәрі көшіп келуіне көбірек мәжбүр болған. Неше көплекте бар екен жаңа айтқанымыздай? Тиканда 18-20 көплектің атырапында, ол ішінде Тиканда айтқанымыздай жаңағыдай халықтың арасынан сол басынан кешірген сол социал экономикалық тұрмысын һәм жүзде сол қырғынға ұшырағаннан кейін халықтың жүзде ауыр суреттеп берген көруіміз болады. Енді одан басқа да яғни бұдан көруіміз болады, батырларынан көруіміз болады. Тиканда сол уақытта жаулап алған уақытта табарымыздар бәрібір сол түркмен педагоглары ешбір халықты аямағаны һәм де сол халықты аямай, яғни әммесін өз несіне қарамағына бойсұнып, яғни бейнеде қылғанда өрді, яғни расынан халықтың арасында білесіздер, жау болғаннан кейін ешкімнің бұндай мағлұмат береді, Ажиназ дейді, сол айтқанда, яғни біз қыршан өтіп келсеңіз өтіп келмейді, осының үшін түркмен жерінде Қарақалпақ қырылған деген жер көрмедім, бірақ қайсы темаларға бөлінгендігі, қандай формада қосып жазғаны hakkında көптеген мағлұматтар берілген. Өзі Тиканда Ажиназдың өзі хабарымыз бар. Ол Хиуаға барған, Хиуа дәуірінде жүрген уақытта сол Хиуада оқығаннан кейін яғни араб жазды және шығыс әдебиетінен несін сүйген яғни іздеп кеткенге мағлұматтар береді. Тиканда кейінгі уақыттарда мысалы профессор Құранбай Жәнібетовтің Ашық Жиуар деген ниеті бар. Ашық Жиуар ниетін егер оқып көрсеңіз, олар түпкілі оған қарамайды. Яғни ол Тиканда ешқандай Ажиназдың бір сүйген яғни болмаған, сүйген яғни өмір бойы қазақ далаларына аямаса, сол түркмен далаларына аямаса, біз айтқан Оренбургта Қазанға қарай іздемеген деген мағлұматтар бар. Ол Тиканда оны неге қазақ далаларына, одан кейін түркменге, одан кейін Россия далаларына шығуының себебі Тиканда білесіздер, Ажиназдың өзі Хиуаның Шерқасқан медресесіне кіріп, Құтматқан медресесіне кетіп бар. Олар hakkında бір-екі пікір бар. Мысалға, сол дәуірде Шерқасқан медресесі реконструкция жұмысы алып барылғаннан кейін Тиканда Құтматқан медресесіне көшірілген. Сол медресені келіп шыққан деген мағлұматтар бар. Енді бұл Құтматқан медресесіне келіп шыққаннан кейін өзі сол дәуірде
juda islom dinini juda yaxshi qabul etgan, o'zi yaxshi mengерген, халык bilan балалардың көпшілігі, балалардың 10-15-20 бала көлемінде тек сол қазақ балаларына, түркмен балаларына сол ислам дінін тарқатушы, яғни агитация сыпатын айтады. Күнде Ажиназ шайыры тек ол суфизм калиматымен суарылған инсан суфизм калиматымен суарылған, оның ішінде сүйген жағы болмаған, оның саласы айтылған бір қари, көзалар, көзтол, айтылған, ашылық айтылған кірді, сол айтылған көріңіз көп. Сондай кірдерді берген тұрамыз. Яғни кейінгі уақытта ілім қазағын еліне ешқандай суфизм калиматымен суарылмау. Бұл мұхаббат жайласы, расында айтқандай, оның қосылған ақыл насихат формасында, философиялық мазмұндағы ел халық отан темасын жырлайтын сондай лирикалық қосылған бар. Ажинияздың сол неге мешіттерді ұл балалармен бірге қосып, қыз балалармен бірге оқытқалы мауызын берген көрінеді. Сол ойнақта сол үлкен апайдың сол Ажинияздан әлім ағалы мешітте әлім ағалы хақында мауылдар деген көрінеді. Расынан содан көрініске болады. Ажинияздың өзі тек қана класслық бөлімінің мысалы айтқан hayal kızlarının yer adamların bir orunda koyup, yani sonuçta anlattan Tosuklarını koydu, o dünyanın koydu, adam olmazsa o adamın dikkat ayıracağız, bölüşmesi, insanda olur var, insanda bölüş olur. Sonuçta hatalar var. Sol, bir de Arap şu divatanlı seyri, hayal kızlardan, yani yer adamların bir kıyım hatalar koyuyor, yani meşikli, yani bu sağlık hakkında malumatla bir görmesi. Ondan kalanlarda mesela kadınlar barang oqlarda Қазақ балаларына барған уақытта қаламызға Қазақ баласына барған уақытта яғни тиканда сол аталарымыздың суда бір тұлпарлардың hammasini maqtaydan Molla Qo'shma so'rab berdi, Qarabog'da qanday yurib bergan ularni, ya'ni Qarabog'da o'zi Molla Qo'shmaga елдер бар қосылып жатты, Қарабағдың жерінің қандай табиғатқа бай екендігі, қандай бозғал қызларының бар екендігі, бозшақ жігіттерінің бар екендігі хақында жүзі несін палын танытылмақтады. Ақуай ғана біз ауылда әміресіз осы яғни ақуайы сүтілмекті, ақуайы геолogті, ақуай қармақтың өзін үлкен бір жеңіс көрсетті. Айтатын болсақ, жылына 3 мәрте бүйеулеп піскен аты әркімді жүзі көмірге тәуелсіз растан сондай біздің шайырымыздың өзінің көруі болады. Ақуай ана сондай шөліне өсіп осының өзінің бүйе қатарына кіріп артып қазақ ағайын мақтателген көріміз. Жазған мысалға құрылған мешіттердің бәрі тепегеннен бәрі халықтың арасынан Ажинияздың бірге отырып көбейтескен Ажинияздың көрген мысалдардан мен Ажында құрайлы экспедиция жауабын көптеген нелерді қосып жазып алған көруімізге болады. Енді білесіздер, біз әрбір айтып барамыз, Ажинияз лирикасын неше бөлім бөлдік? Біліп отырмыз? Қандай? Білесіздер, көбірек және айтады, Ажинязда не дейді, мұхаббат жайласы болған айтады. Көбірек мысалы лирикасын көрдік. Оларыз кеше бөліп үйреніп көрдік, мысалы арғы тоқпады. Үш тоқпаға бөліп үйренгенімізді, яғни дидактикалық қосылды, бір тоқпаға бөліп, екінші философиялық қосылды, үшінші мұхаббат қосылар hakkında бөліп үйренген уақытымызда, яғни сол уақытына көруге болады. Мысалы философиялық қосылғанда Ажиняздан сол қосылғының көп болса 20% қосылған мысалға оның ішінде қатар бар. Ал директалық қосылғаны тапсырған. Ал енді мұхаббат темасына қосылғаннан кететін болсақ, уже Ажинияздың өзі 60-56% қосылғанын көрсетті. Дикарда сол мұхаббат темасына дикарда алып көрсетті. Яғни өзінің осы лирика мақсатына қатынасып, түркмен балаларының бедері болу хақында мағлұматтарды берген көрініске болады. Енді және айтамыз, және дикарда Ажинияз хақында көптеген пікірлер айтып болады.
жақсы мысалы сол қосылғаннан бізге бегана болар, ярынан айырылған диуана болар, пәрделер ұшылған пәруана болар, ұясы бұзылып қалдан айырса қосған. Елділер бірге қанжер білен, жерсіз елдің күні дәрбедер білен, әмірі өтер жүректегі шер білен, қадірін бізге өттің сенің бұзаттау. Жоқ едім, бар болдым, камалға келдім. Мініп әребі атлар дауранға сырдым, нанымды көп жедім, рахатын көрдім. Қош аман бол, бізбен қалдым бұзаттау. Молодцы. Арамызда еді бар, оқуымыз керек, өсімізді көбірек ұстауымыз керек, иә? Көбірек Ажиназдың қосықтарын көбірек өтіп баруымыз керек. Үйреніп баруымыз керек. Енді кеше нәрсе айтып өтейік, және қазір бір нәрсе айтып кеттігімде, бір семинар пайтында сала өткенімізде кеше группаға әммесінің соны базарымыздың барлық ниеттерін бір бөліп берген уақытында бір нәрселерді қайыр болды, расынан студенттеріміз расынан талапшы. Кеше берген уақытта бірақ түсінушілікті оқымайды, бірақ берген тапсырманы орындайды, бірақ орындаған уақытта айтады, мен енді үш кітапты оқығаннан кейін Ажиназды түсінушілігін таламас едім. Ажиназ шайыры ол гапа мысалы былайша қараса бізге сізге ұят болды, Ажиназ мысалы шығармалары жүдә өңі адырға жоқ одан, бірақ сол елімізде қарауға сол әдебиетті қарауға поэзиясын ұсынды дәрежеге күшті келуге, сөзін ұсынды дәрежеге күшті келуге арқылы, яғни ол біздің студенттерімізден болса сол кітапты оқу арқылы кәмелі. Расынан біз көбірек іздеуіміз керек, көбірек іздетуіміз керек. Декабрда кіші жақында көріп болған болсаңыз, Ақбай Ажиназдың екі жыл юбилейінде көптеген мақалалар жазды, көптеген мақалалар. Қуанышбай Оразымбетовтің Амудария журналы 2024 12 санындағы мақала шықты. Сол Бостауына дәлін қосылын, яғни қалалар. Білесіздер, иә? Ажиназдың біздің қарақалпақтардың, қарақалпақ қызларының, қарақалпақ халқының сондай қызларының сондай гүлзал екендігі, солардың сондай дәрежесі ибесінің бар екендігі, соның қандай екендігі әрекеттер көрсетеді. Ақбайы Ажиназ шайырымызды бұлайша айтқанда төрткүлдес халықтарының Мақтұмұлының, Науайының шығармаларын мысалға қайтып болса қандай әрбір қосылды жүдә бір жоғары қалғанда, жоғары сауатты жаза болатын үшін Ақбай сіздегі сұрау беріліп, әрбір уақытта Ажиназ мен Бердақты көбірек салыстырып келеді, иә? Ажиназдың үшін шығармаларын, мысалы, Бердақ шығармаларына қарағанда бір-бірінің қалысын сайрап келді, иә? Енді Ажиназ шығармалары тек арасынан бұл түркі тілдес, яғни шығыс халық әдебиетінің өзін меңгеріп жазғаннан кейін, яғни сол шығыс әдебиетінің дәстүрлерін өзін меңгеріп қосылған шопандар жазғаннан кейін Ажиназдың шығармалары бәрі тек арада құлындар екені хақында көбірек мағлұмат. Тек арада Ажиназ сауатын самтауын, біз жаңа айтқандай араб, қайсы парсы тілдерін жүзде жақсы меңгерген. Соның үшін Ажиназ шығармалары басқа біз айтқан сол 19 ғасырда жасап өткен, дәуірде жасап өткен жазушылардың, шайырлардың шығармаларына құлды екендігі хақында көптеген мағлұматтар бергенін көреміз келіп тұрады. Енді және айта кететін нәрсе, тикарында бұл жаңа бір нәрсе айтамыз, ол өмір ақында мысалы үйретуші ақында жүдә қызық уақиғалар көп. Ажиназ ақында мысалы Ажиназдың мысалы шығармаларын қалай балаларын оқып, сол ауылда бала оқығаннан кейін тикарында бұл үлкен ақтақ абырайға ие болады. Және оның айтқандай діни сауат жүдә күшті болған, діни сауат күшті болғаннан кейін оның жүдә бір қадірлеген қастерлері. Һәм мағлұматтарға қарағанда, кейінгі ілімпаздардың мағлұматтарына қарағанда Ажиназдың қайтарып алғанда молла қожаның алдына сонда 4 күндік қылып, яғни мал берген дейді, мысалы қойды, жалықты, мал сол өзін сүйген яғни іздеп тұрып қаңғырып Қазақстанға барып сүйген яғни іздеп жүрген инсан болғанда оған кім алдына 4 күн саяқ алдына малын салып берді. Ол кіріп арасында болды. Қазіргі ілімпаздарымыздың пікірлері бұрынғы берген пікірлерге қарағанда арасында туырылып болған. Түркмен басқыншыларының қолданғы бас болған, яғни сол Хиуа халығының несіне бұйрығымен, яғни сол қарақалпақтар, сол қырған уақытта сол тикарында бұрын атыс қожалықта үйіп отқан, яғни өзіне тоқ, өзін жаңа теркеткен халықты бәрін қонап, ойран тұтқан қоймастан біз жаңа айтқанымызда постың ішінде айыман ішінде беріп қойып, Ажиназдың айымасының ішінде қандай бір өзжікке ұшырағаны, кімі ағайыннан айырылғаны, кіммен қарындастан айырылғаны, кіммен көзін
өзіне күш жігері бар жігіттердің барлығы аяқ қолдарымыздың бәрін кімін Иранға, кімін басқа Армянстанға, кімін сол араб бәрі бітеміз. Талап қарап әрбір қосты, яғни қос қатарларымыз не айтылған қосқа, не мазмұнда не айтылған, бұның несі идеал тәсір қандай халыққа сол hakkında айтып баруымызға болу керек. Енді және бір әжелер hakkında, әжелер шайырымыз hakkında мағлұматтар жүре көп, мысалы айта берсек, ол мысалға біз айтып қойдық, кейінгі барып көрдік, Карамагүл Сұлтановтың Ажназ романы бар, Ажназ романды көрсеңіз, ол романында көбірек жүдә бір сол дәуірге массасы жазылғанын көруімізге болады. Сол дәуірге массасы жазылған, яғни сыр үкіметі дәуіріне массасы жазылған. Ол романда көріп отырсаңыз, Ажназдың өмірінен басы, романның өмірінен басылған жүдә бір жаңа жақпай шаңғынан шыққалы басқа-басақын айтады да, Яғни ол сол сүйген яғни жоқ болып кетуі, һәм сол жоқ болып кетуінің нәтижесінде сол сүйген яғни түзеп кеткенге һәм Ажназда көбірек жанғасындары көбірек сол орыс халқының, орыстардың көбірек кәсір болып алуға, орыстардың көбірек жәрдем еткендігі, Ажназда сондай күн аренаға шығуымыз, Ажназда сондай дәрежеге жетуіне орыстардың көбірек кәсір болып алу хақында мағлұматтар көбірек бергенін көреміз. Жаңда олар бәрібір былайша айтқанда siyasi jarayonda, siyosiy сол дәуірдегі siyosiy уақыт. Мысалы, қазір айтамын, мысалға біз совет үкіметінің жақсы жаман тарихтерін көп қой, мысалға айтатын болсақ, Хиуа қаланың зұлымына, қалай өтті, түркмен басшыларының зұлымына шынымен сол жерде олардың көшіп қосуына мәжбүр болғаны хақында айтамыз. Өйткені совет үкіметінің орнауының бір жақсы жері, біздер деп асталы қарақалпақтардың, асталы халықтардың сақтап қалуына үлкен күш. Ешқандай жасырмайды. Үлкен күш. Не үшін? Егер бізде сол 17 жылы Россияда Октябрь революциясы орнамағанда, одан кейін қалай жерде бізде сол біздің Қарақалпақ Орта Азия территориясында мысалы 20-30 жылдарда жоқ дәрежеде. Не үшін? Бір күнге көріп отырғаныңыздай түркмендер шабады, біздің қазақтар шабады, сондай көп үлкен жүктесі. Һәм бұл менің өзі, мысалы, Ажназдың осы поэмасының өзінен тап соның дәлелі сипатында айтып тұрғанын көруіміз болады. Не үшін дәлел? Дәлелінің бірісі, себебі бұл тарихта, яғни сол біз бағана айтып өттік, сондай текарында сол тарихи мағлұматтарда беріп өткенімізде сол 1860 жылдан бастап 1859 жылы аралығының өзінде текарында Қарақалпақ халқының арасында Хиуа қаласының наразылығы бірнеше Хиуа қаласының несі емес, Восток көшірісінің өзінде мағлұматтар беріп өтеді, тек қана өзімізді жасап жатқан педагог деп айтамыз, яғни байлар болсын, нелер болсын, текарында сондай нәтиже келіп шыққан. Жаңа айтқанымыздай, баста тарихта сол Қанахан деген ол текарында қоңырату бар, өзі Қарақалпақ болады, қан көтереді. Бәрібір сол жұрттан жұртынан бөлініп, басқа рулар бөлініп шығып жатқан уақытында, түркмен басқыншыларының несіне зұлымдығына шыдамай бөлініп шығып жатқан дәуірдің өзінде, яғни уже жаңағы Қанаханның өзі неге түркменлерге бұйрық беріп, яғни сол Қарақалпақтардың өзінің өзі яғни шаптырады. Бір айтқанда біздің өзіміздің ішімізден шыққан кезде жау жаман деген текарда өздеріміздің арамызда сол педалардың арасында көріп отырсаңыз, текарда көбірек арасан сол дәуірде тек қана Хиуаның ханның кассасында тек қана Хиуа қалуы деп талқылай берсін, сол жерде жасап жатқан өзіміздің арасынан педалдар, сол байлардың, ишалардан ақбай ғана халыққа көптеп зұлымдар өткергенін көптеп қосқанды көреміз болады. Енді сізге бізге бағдарлама оқудасында ең бірінші сұрайтын нәрселер сол ақбай ғана бағана айтқандай бас жайларын қосқылады, одан кейін жазушылардың романдары көп біздер ақын сұрайды. Қайтарген романдар, Шодыр Байсейітовтің романдары, Бұзайтын Қалман, осы роман, мен сол романдарды оқығанымда Ажназ ақынның көптеген мағлұматтарын білген болайын. Расынан қазір бір нәрсені ұқтыңыз деп ойлаймын, бәрібір Босток поэмасының қалай жазылғаны, Босток поэмасының тарихта қалай келіп шыққаны хақында, Босток поэмасы қалай бөлгені хақында кішкене түсінікке болдық па? Мысалы мен мына кәдімгі
білім, біліп алдым, білгім келеді деген, иә. Онда ұялыңыз, білдіңіз бе? Біліп алдыңыз ба? Енді білдіңіз бе? Мысалы, әженің ағатушы ойлары деген, иә, онда көп қой, мысалы, жүдә көптеген минеттер бар, иә, мысалы, қостың бар, мастерство әженазы бар, иә. Одан кейін Бақтияр Гелжемұратовтың әженаз лирикасының поэтикасы, одан кейін айтатын болсақ, Құралма Жәдіктің асыл зойуал минеттері, иә. Әне осы минеттердің бәрі арасынан Шамалан деген уақытында юмор сатырау қосқандары шынымен. Мысалы, лирикасының ішінде мен қаш-қаш деген кіргізіп қойды, мадуар, мен керекті деген кіргізіп қойды. Енді Саратулатта сондай бір Мақтымқұлыдай жаңағы жазушының шығармаларын гитара рауажанға бағдарланған еді, иә, тура ма? Енді сондай бір шайыр, юмор жазуға бір несі болған ба екен деген сұрау пайда болады да. тура. Енді түркмендалған белгілі болған болса, әлем ортақ қазаларға барған мысалы қалай қазынсетіп деканда, ол деканда әрбір заманның өзінде болған деканда айтатын болсақ, қазында кеттің өзі болған, біз айтқан қаш-қаш айтылатсын ғой, иә? Оны үзіліске дейін қосылар бар, юмор сатырға қосылар. Деканда сол мәмлекеттерге қосылды, деканда әженаз тікелей сол мүшенің несін айтады, итін іледі, иә, ол жерде, иә? Итінің ақырында айтады, итін сол байлап қойып, орамға басқа зың ғой. Ол деканда ит арқалық деканда ит емес, ол деканда мүшеге қайтып тұрған гәптің бәрі сол мүшеге айтып тұрған гәпті. Сол арқалық деканда ол хақылы деген пікірді айтқанын көруімізге болады. Жаңағы айтқан мадуа қосылған деканда ол қосылады, деканда сол жәмиеттегі хая қыздар болады, мысалға тек қана орнын өзі бір сол өзінің өзінің бір қаумен келіскен дәуірде мысалға несін жаңағы өзінің бір семья құрып, семьяны бақытты қылу емес, тек қана сол бұзалық дәуірінде тек қана сол бұзалық дінді таратушы болған емес пе? Енді онда суфизм шайыр болмаса, онда қандай шайыр болады? Мұхаббат шайыр болатын болса, онда ол мұхаббатты тарату үшін, онда өзінің қызын жақсы көрген қызын алып қайту үшін барған болады да? Тура, айтып жатқан сол сұрау. Айттым ғой, сабақ, мысалы, балаларға ол жерде сабақ бергеннен тек қана ислам дінін үйретіп қоймасам, дүниялық дінін үйреттім ғой. Біз егер ол суфизм тәліматымен шұғылдансам, онда ол дүниялық емес, тек қана ислам дінін үйретіп өзіміз исламға бағыштайды. Ол соңғы дүниялық дінін үйренгендігінің себебі ол біз айтқан сондай дәрежедегі күшті, мысалы, шығыс классика сүрлерінің, шығыс кәдімгі классик шайырларын, шығармаларын өзіне сіңдіре алған, һәм де оны сондай синтезге алып, яғни егер сонда біздер тарихтағы ең әзір халық болғанбыз ба, Орта Азиядағы? Не үшін шығармаларымыздың көпшілігі тек қана шабуылдарға, яғни қырғын ұрыстарға құрылған? Енді қарағанымыз сол жылдан бастап Астарап халқы бәрі бастан Қарақалпақ халқына көптеген сабақ түрі болған, сабақ түрі жүре көп болған. Бір жылдың өзіне айтылған қарағанда 40 түрлі сабаққа шығып қалған. Мағлұматтар бар, үйінен түтін шығып тұратын болса, түтін сабағы деген сабаққа шығып өте бағалы сабақ. Сол тек қана ол ғана қалып қоймастан, оның үстіне біз жаңа бағана айтқан феодалдардың өзіміздің ішіміздегі Қарақалпақ халқының ішінде алиматымен суармаңыздан, ол суфист болмаған, оны егер анық суфист болатын болса, біз жаңа айтқандай бұндай қосшылар әженізден шықпасын. Әженіз басқа формадағы қосшылар. Ол расынан біз айтқандай лирикасын жаңа үйренгеніміз істейді. Мұхаббат темасын философияларын болса, жаңа біз айтқандай практикалық темаларға формалар үйренгеніміз бар. Сондай жасағанлығы, ешқандай жарық дүнияны, яғни ешқандай гозаларды көрмегендігі туралы өзінің шығармаларын айтып өтіледі. Бірақ әженезде оның керісіншесі. Не үшін ол анық қандай фактке текарланған халда оны суфист деп атай алған? Бір қосып алған, көрген болудан мәселен қыз кіркен уақытта ешуақытта болуы мүмкін емес, соған текарланған болған. Енді қараңғы однера болады көрген. Қараңғы көрген однера болмаса қоспаған өз дегенде инсандық арқылы жақсылық болған сол мысалдарға сүйенген халда тек қана сол мысалдарға сүйенген өзінің ішіндегі қосылмың ішіндегі бір екі қатар мысалдарға сүйенген халда сондай мағлұматтарға сүйеніп көріп тұрған. Анда оның жаңа айтқанымыздай және бір факті бағанағы романның ішіндегідей һәм оның бірінші өмірі басыланғанындай ол өзінің бір характермен өзінің пікіріне қалып өзінің пікірін жақтап шығу ол
не болады, мынандай алақадar болады да. Соған ол қосықты одан алдын, Тұрлыбай Жәнібектен алдын Бәйгеш Қанбектің минетін өтті ғой. Әжінез лирикасы деген, не? Сол жазып қойыпты. Сол түннің ортасында келген ұят емес па деген пікірді жазады ғой. Соны көріп Тұрлыбай Жәнібек. Неге бұндай пікірді айтты Бәйгеш Қанбек дейді? Одан кейін барып ол суфизмге сүйенеді. Суфизм деген сіздер ойлап отырсақ, ислам діні деген басқа. Суфизм соның ішінде кіттай бір бағдары. Соны дәлелдейді. Енді бұл жерде сол тарихи сипатламаға қарасаңыздар, ол дәуірде қыз түннің ортасында келу өтуі ұру болып жасаған ол жерде, халық. Бір ұрудан бір ұруға бару қыздың қолынан келмейді ол. Соны дәлелдеген. Һәм ол айтқан, барлығы суфизм тәсірінде жазылған демеген. Ол айтқан, ішінде жігіт пен қыздың ортасында махаббаттан суретленген деген пікірлері. Соның ішінде һәммесін жақсы оқып алсаңыздар, тек соған сүйенген да, Шықтыжан деген қосқа сүйенген. Һәммесін суфизм демейді ол. Енді мен жаным ашыла тұрғаным жоқ, ол тек сіздер түсінбей жатқан жерін айтады. Түсінесіз бе? Сол районlarda to'g'ri. Hazır bozdurdum. Ben o sol, var olan Palan'ın da bak şekara sol. Çok bozdurma.